Сұрадыңыз, біз жауап береміз. Алаяқ.нет жобасының ресми сайтына сауал жолдаған болсаңыз, осылай видео жауап ретінде шығып отырамыз деп уәде берген едік. Бүгін бізде 4-ші шығарылым. Біздің оқырмандардан көптеп келетін сауалдардың келесі легі осылай. Танысыма кредит алып бердім, болмаса ең сорақысы жалғыз басты әйел едім, болмаса менің құрбым жалғыз басты әйел еді, бір жігіт басын айналдырып бірге тұрамыз, үлкен армандар құрамыз деп алдап, атынан кредит рәсімдеп, телефон рәсімдеп қашып кетті деген сауалдар біздің WhatsApp-қа да, сайтқа да көптеп келіп жатыр, және де қоғамда көп естіп жатқан жағдайымыз сол. Қазір енді пайда күнем жігіттерде пайда болған, адамдардың сеніміне кіріп, түрлі уәделерді беріп, әсіресе жалғыз басты әйелдердің психологиялық ситуациясына кіріп, жанын жаңағыдай дейді ғой, жұмсақ жерін, әлсіз жерін тауып, осылай алдап жүрген жайлар көп кездеседі. Бұл жағдайда не істеуіміз керек? Бұл әрине адамның сеніміне кіру, түрлі жағдайда алаяқтыққа жатады. Бірақ полицияға барсаңыз, арызыңызды қабылдамауы мүмкін, себебі бұл жерде орталарыңызда азаматтық неке болды деп айтуы мүмкін. Бірақ та енді бұл мәселені сіз егер де қандай да бір дәлелдеріңіз, телефондарыңызда перепискаларыңыз болатын болса, яғни переписканы ары қарай мәміле ретінде көрсететін болсақ, осы кредитті алып берсең, осынша уақытта жауап беремін, осынша уақытта қайтарып беремін деген уәделерді біз кәдімгі азаматтық сот арқылы өндіріп беруге де болатын жағдайларды көріп жатырмыз. Бұл жерде енді бұл мәмілені дәлелдеу керек, ешқандай араңызда келісім шарт болмаса, кредит алып жатқан кезде уәделері болмайтын болса, әрине бұл қиындық туғызады. Не полицияға жүгінуге, не азаматтық сотқа қиын болуы мүмкін. Сіз өз еркіңізден алып бергеннен кейін бұл жерде ешкімге де жауапкершілік туындамайды, кредитті, қарызды өзіңіз төлей бересіз. Ал бұндай жағдайға түспес үшін осындай видеоны көргеннен кейін қандай да бір жігіт, Дон Жуан дейміз, Альфонсо дейміз, қандай енді сіздің көңіліңізді алып жүрген көңілдесіңіз дейміз бе, яғни осындай кредит алып бер деген ұсынысты орындайтын болса, тіпті аз суммадағы займ болатын болса да келіспеуге шақырамыз. Тіпті бұндай жағдай емес, қазір таңда өз танысыңызға, туысыңызға, оның өз атыңыздан кредит шығарып беру үлкен соңғы уақытта дауға келіп түсуі мүмкін. Сондықтан да ешқашан ешкімге сенбеңіз, өзіңізге өзіңіз би, өзіңізге өзіңіз қожа болыңыз, өз қаражатыңызды өзіңіз басқарыңыз. Қандай да бір тұрмыстық жағдайда кредит, займ болмаса, қандай да бір тұтынушылық кредит алатын болсаңыздар, арада барлығы келісіммен болуы керек. Тіпті бізде арнайы тіпті заңды некедегі кісілерге келісім шарт бар, яғни брачный договор дейміз, неке келісім шартын жасауға ұсыныс білдіреміз артында, осындай дау туындамас үшін. Алаяқ.нет жобасы түрлі сұрақтарға, сауалдарға заңның аясында болмаса біздегі болған кейстер арқылы жауап береді. Сіздерде сұрақ туындаған болса, біздің алаяқ.нет сайтына жазсаңыз, біз сіздерге осылай жауап беріп отыратын боламыз. Сіздермен болған мен заңгер Нұрсұлтан. Алаяқ.нет жобасы ескертті. Алданып жол іздегенше алданбайтын жол іздеңіз.